Армысыздар, құрметті кәсіпкерлер және болашақ кәсіпкерлер, сату сабақтарына қош келдіңіздер. Сату бұл адамдарға көмектесу, сату бұл өзіңе де жеңіс, клиентке де жеңіс болу керек. Сіз сата алсаңыз ғана қалтаңызға ақша түседі. Менің есімім Тағаев Нұрсұлтан, 3 жылдық тәжірибесі бар сату менторымын, сату экспертімін. Қазақстанның 14 қаласымен онлайн түрде сауда жасағанмын. Сондықтан сатудың барлық ыстық суығын плюс-минусынан өткенмін. Енді осы бар білімді мен сіздерге бөлісемін. Чтобы сіздердің саудаларыңыз мықты болу үшін, сатылымдарыңыз жоғары болу үшін, осы сабақтар сіздерге арналады. Менің Instagram парақшамды төменге тастап кетемін. Сол жерге кіріп, тағы да қосымша ақпараттар алсаңыздар болады. Жалпы қазіргі көптеген кәсіпкерлердің 95%-ында сатуда бір әлсіздіктері бар. Барлығы кәсіпті ашып қойған, дайын, бірақ сатылымға келген кезде сата алмай жатады. Әрине затын сата алмағаннан кейін адамның көңіл күйі де түсіп, тіпті кәсібінде жабуға тура келіп жатады. Сатып алмайтын клиент болмайды. Тек қана оны сата алмайтын сатушы, яғни кәсіпкерлер болады. Кез келген клиентті өніміңізге егер 100% сенімді болсаңыз, кез келген затты қызметті сатуға болады. Өзімнің басынан өткен 5 түрлі кәсіпті алып жүргенмін. Маржасы үлкен. Соңғысы ворота, яғни қақпа сату болды. Мен воротаны Қазақстанның 14 қаласына жібере алдым. Жарнамамды көріп, маған хабарласып, менің сату өнерім арқасында бір күнде өзімді жақсы сата алуым арқасында маған 400 мың, 500 мыңдап аударып жібереді. Сонда ол ненің арқасы? Менің білімнің арқасы, сата алғанның арқасы сол ғана болды. Әйтпесем танымайтын адамға қалай үлкен сумадағы ақшаны аударады. Дәл сол сияқты шектеудің барлығы мида. Егер өзіңіз жақсылап, упаковкалап, жақсылап әдемілеп сата алсаңыз, сөйлесе алсаңыз, достық қарым-қатынас орната алсаңыз, болды, сатылмайтын нәрсе жоқ. Сол вороталар, сол қалаларда жоқ дейсіз ба? Астанада, Балқашта, Оралда жоқ дейсіз ба? Әрине бар. Тек солармен сөйлескен кезде сатушылар олардың көңілінен шықпауы мүмкін. Клиентке бірақ сөз ұнамай қалса болды, кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан сату өнері үлкен көмек. Сату өнерін білсеңіз, саудасы тоқтап тұрған кәсібіңізді жарқыратуға болады. Сату өнерін білсеңіз, нөлден бастап жақсы бір табысқа шығуға болады. Сату өнерін білсеңіз, бизнесіңізді масштабтай аласыз. Бұл таныстық сабағы болды. Келесі сабақтар рет-ретімен кете береміз.